Ассалаумағалейкум құрметті YouTube жазушылары, яғни бүгін біз Инстаграмды блогтан шығару туралы бір бейне сабақты өтеміз. Көп адамдар Инстаграм, яғни дамытып жатқанда мүмкін бизнес, Инстаграм, бизнес жаңағыдай профильдері бар. Көп адамдар осы Инстаграм арқылы кәсібін дөңгелетіп жүрген адамдар бар. Мен өзім опытымнан, енді өзімнің тәжірибемнен көптеген аккаунттарды аштым. Шамамен салыстырғанда бір 100 шақты аккаунтты осындай Инстаграм блогтан шығарғаным бар. Көбінесе оның ішінде жұлдыздар болды, вайнерлер болды, атақты вайнерлер. Тағы да басқа бизнес иелері болды, қарапайым адамдардікі да бар. Соның барлығын қазір біз зерттейміз. Инстаграм блог түрлері, яғни көп жерлерде кездесетін, яғни бірінші спам, накрутка, тағы да басқа жайдан жай блогқа да жіберуде мүмкін Инстаграм. Өйткені көп яғни подозрительный действие дейді, жаңағыдай соған да жіберуде мүмкін. Ол ең басындағы тексеріс, Инстаграмның тексерісі, яғни сіз өзіңіз нені жаңағыдай өзіңіз басқарып отырғаны туралы тексереді Инстаграм. Екіншісі ол көптеген жаңағыдай адамдардың жаңағыдай несі қателігі авторлық құқықты бұзу. Яғни көп адамдар видеоны жаңағыдай авторлық тематикалық парақшаларды бір-біріне көшіреді, содан блог алады. Яғни авторлық құқықты бұзу. Ол да өте жаңағыдай кең таралған блогтардың түрі. Бұл жерде 90-95% авторлық құқықтың бұзған аккаунт ашылу ашылмауы 90-95% ашылмайды. Ол міндетті түрде, өйткені авторлық құқық деген өте, яғни Инстаграм Америка, яғни ақш-тың заңы бойынша жұмыс жасаған соң, ақш-та осы авторлық құқыққа өте қатал қарайды. Үшіншісі ол порнографиялық контент. Порнография, яғни ол көбінесе сол ер адамдар басқаратын нелерде болады, жаңағыдай контентте болады. Сосын порнография, жаңағыдай детская порнография дейтін бар. Өзіміздің, яғни әйел адамдардан да кездеседі. Кішкентай баланың өзінің жалаңаш тұрған суретін жаңағыдай түсіріп салып жібереді. Енді бізде қазақтар сәби кезінде, кішкентай кезінде суретке түсіре береді, неғыла береді. Оның өзі де осы Инстаграм алгоритмі, яғни Инстаграм боттары, ол кішкентай баланың, яғни несін енді айтсақ та болады, піштірген кезде түсіреді, енді неғылады, Инстаграмына салады. Соны детская порнография деп қабылдайды. Детская порнография деп қабылдайды да блогқа жібереді. Яғни порнографиялық контентті де оның ішінде, яғни детская порнографияны қатал қарайды. Яғни блогтан шығару мүмкін емес. Мен оның басымнан өтті. Бір қыз келіп, інісінің жаңағыдай өзін піштірген кезіндегі суретіне салып, осылай порнографиялық контент үшін блог алған нелер болды, жаңа кездер болды. Төртіншісі, яғни ұлттық қақтығыс. Бұл жерде ұлттық қақтығыс, егер де сіз ұлтшыл болсаңыз, енді біздің Қазақстанда енді ондай қатты не емес, ұлттық қақтығысты тудыратын бір контент салу біздің Қазақстанда ондай жоқ, өкінішке орай емес, енді жоқ, ол дұрыс. Ұлттық қақтығыс болмағаны. Ұлттық қақтығысты кейбіреулер салады, сол үшін де бан алғандар да бар. Яғни біреудің негр деген сөздің өзі де, мысалға қарап отырсаңыз, расизм дейді, соған жатады. Ұлттық қақтығысты да бан алғандар да тоже көрдім. Мен оны бұл Қазақстанда емес, ресейлік аккаунттардан көрдім. Бесіншісі өлім, жесть, қан. Яғни қан шыққан жерде, өліп жатқан жерде, әсіресе осы яғни нелерде бар андай контенттер, авария болып жатқан жерде, не болып жатқан жерде, сол жерлерде өлім, жесть, қан салғандар үшін бан алады. Бірақ блогты бұдан шығаруға болады. Басында сіздерге мынандай көрсететін жазу пайда болады Инстаграмда, яғни блогқа кеткен кезде басында көрсететін жазу, яғни подробнее батырмасын басасыздар. Өзіңіздің аккаунтқа кіргенде, мен өзім жаңа скрин жасап алғам, аккаунтқа кеткен спам, тағы да басқа әрекеттер үшін блок алу жаңа түсіндірілген.
бұл жерде 90%, 95% ашылады міндетті түрде. Мен байқаған көп аккаунттар 10-15 рет жабылғандар да бар, осыны ашқандарымыз бар, 10-15 рет жабылса да. Спам және тағы да басқа әрекеттер үшін блок алу. Ол кезде мынандай сізге окно шығады, ол жерде сообщите нам об этом деген бар, соны басасыз. Сол кезде сіздерге екі не шығады, жаңағы екі түрлі жазу шығуы мүмкін. Мына жерде мына жерде не осы ең бірінші осы шығуы мүмкін. Осы шыққан кезде мына жерде полное имя, фамилия, өзіңіздің аты жөніңізді жазсаңыз болады. Одан кейін ваше имя пользователя Инстаграмның, яғни пользователь өзіңіздің несін, атын, логиніңізді жазасыз. Сосын ваш электронный адрес, яғни міндетті түрде қандай электронный адрес тіркеліп тұр, дәл данный время блокқа кеткен кездегі сол нені жаңағыдай сол почтовый адресті тіркейсіз. Из какой страны вы пишете деген жерге сіз міндетті түрде Қазақстан, яғни К деп жазсаңыз Қазақстан деген шығады. Сосын мына жерде отправить деген батырманы басу керексіз. Мына жерде скринде көрінбей алған, өйткені ұялы телефоннан скриншот жасап алған. Одан кейін бұл да дәл сол жаңағыдай өлім жітім, тағы да басқа қан жаңағыдай нелер болса, осындай форма шығады. Бұл жерде де енді қиындау аккаунт ашу. Осымен жібересіз, міндетті түрде полное имя, фамилия, ваше имя пользователя Инстаграмдағы неңізді тересіз, ваш электронный адрес, яғни тіркеліп тұрған адресті не қыласыз, жазасыз. Содан кейін ваш номер мобильного телефона, яғни өзіңіздің номер телефоныңызды жазасыз да, мына жерге расскажите нам, почему вы хотите отменить решение навсегда деактивировать этот аккаунт. Яғни ол жерге грамотно, да, мысалға, да, грамотно дегеніміз сауатты түрде орысшалап не үшін не үшін не білдіріп қойдыңыз, сол жерге барлығын ашық жазсаңыз дұрыс, ашық жазғаныңыз дұрыс. Осылай салдым, осылай болды, блок кетті, мен білмей қалдым, кешірім сұраймын, өйткені модератордың да, Инстаграм модератордың жұмысы да оңай емес, күнделікті осындай нелердің бүкіл 10 мыңдаған аккаунтты қарайды Инстаграм модератор. Сосын оны оқығаннан кейін енді америкалықтар білесіздер, мәдениеттілікті өте жақсы көретін халық. Сосын мына жерде отправить батырмасын басасыздар. Сол кезде мындай сізге код жіберу керек, код келу керек сіздерге почталарыңызға. Мына жерде маған келген: благодарим за обращение в Facebook. Прежде чем мы сможем помочь, нам нужно убедиться, что этот аккаунт принадлежит вам, то есть мына жерде код келеді, кодтан сіз мына жерде жазасыз, бірінші код жазасыз, одан кейін кодтан кейін сіздің аты жөніңіз жазылу керек, сосын также имя пользователя, яғни Инстаграм аккаунттың адресін собачкамен жазасыз. Сосын кодты ответить деп жібересіз, жаңағы суретті. Содан кейін сізге келетін жауап мынандай келу керек сізге: ваш аккаунт снова активирован, и теперь вы сможете им пользоваться. Приносим извинения за возможные неудобства. Если у вас есть дополнительные вопросы, посетите справочный центр. Ал егер ваш аккаунт не активирован деп келсе, мы не сможем активировать ваш аккаунт десе, қайтадан бірінші неге подробнее батырмасын басып, қайтадан жібересіз. Егер де мүлдем код келмей қалған жағдайда басқа почта ашып, басқа почта арқылы, яғни мына жерге басқа почтаны жазып, солай жіберсеңіз болады. Одан кейін авторлық құқық, порнография, тағы басқа жерде шығатын жазу, яғни қан, тағы да басқа сондай не шығатындар болса, мына жерде авторлық құқық жайлы айта кетейін. Авторлық құқықты енді мен сіздерге бағана айттым, 90-95% ашпайды. Өйткені неге? Өйткені авторлық құқықты ақш-та өте қатты қарайды. Сондықтан да онда ашудың басқа нелер бар, яғни тәсілдер бар. Астында қазір мен сілтеме тастап кетемін, сол сілтеме арқылы дәл солай толтырып, сіздер мынандай сілтеме бар, осындай сілтеме ашылады, осыны толтырып сіздер жіберу керексіздер. Одан кейін
мына жерде порнография бізде бағана айтқандай детская порнография болған. Мына жерде көріңіздер. В Инстаграм недопустимы следующие действия: загрузка материалов со сексуальным подтекстом или с изображением обнаженного тела, оставление комментариев, содержащих текст явно сексуального характера, публикация не принадлежащих вам материалов дейді. Яғни бұл жерде екі нені қараймыз, подтекстті қараймыз. Яғни осылай материалдар салатын болсаңыздар, сразу бан аласыздар. Сразу бан. Кішкентай баланың несінде салсаңыздар, ол жерде ашу 50-50 десек болады. Мына жерде сообщите нам деген бар. Сол кезде сіздерге мынандай не шығады, мынандай окно шығады. Осы жерді толтырып жібересіздер. Мына жерде міндетті түрде барлығын сауатты түрде жазуларыңыз тиіссіздер. Одан кейін жаңа мен сізге айтқандай, егер де сіздің авторлық құқық бұзсаңыз, төменде қазір мен сілтеме қалдырып кетемін. Екі сілтеме бар. Екі сілтемені сіз сол арқылы форманы толтырып жіберсеңіз болады. Сол кезде сіздің аккаунтыңызға хат келеді, жауап келеді міндетті түрде. Егер де сіздің неңізге, почтаңызға келмесе, басқа почтаны жазып жіберіңіз. Міндетті түрде сіздерге жауап қайтарады. Және де аккаунтыңыз ашылуы да мүмкін, ашылмау да мүмкін. Авторлық құқықты ешқашан бұзбаңыздар. Яғни Инстаграмның ережесін сақтаңыздар міндетті түрде, өйткені ережесі өте қатал. Сондықтан да осындай қызықты Инстаграмның осындай ережелерімен таныс боласыздар, басыңыздан өтеді осының барлығы. Сондықтан біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да көптеген видеолар шығады, көптеген қызықты видеолар шығады, яғни керекті ақпараттар шығады. Осы каналға подписка, яғни подписаться кнопкасын басып жазылыңыздар, колокольчикті қойыңыздар. Бізде видеолар, толған видеолар, көптеген видео шығады. Және де төменгі сілтемеде менің Инстаграм парақшам бар. Инстаграмда жақсы кеңестер беріледі. Телеграм парақшамда, яғни Телеграм каналымда өте керемет жаңағыдай құнды ақпараттар беріледі. Қалай табыстауға болады, қалай шығуға болады, барлық осы бүкіл ақпараттар Телеграм, Инстаграм каналымда. Және де үшіншісі ол менің чатым, яғни менің чатым. Чатта ол жерде өзім отырам, жеке жауап беремін чатта. Сол чатқа тіркеліңіздер, ауырмаңыздар, сау болыңыздар. Және де каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, лайк қойыңыздар. Сау болыңыздар.